қорғау жүйесін толық реформалау аса маңызды міндеттердің бірі. Полицияның мемлекеттік күштік құрылымдағы бейнесі бірте-бірте өзгеріп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін азаматтарға қызмет көрсететін органға айналады. Ең алдымен 2020 жылдың аяғына дейін әкімшілік полиция комитетінің жұмысын қайта ұйымдастыру қажет. Полицейлер жұмысының тиімділігі полиция қызметінің беделді болуына байланысты. Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы халыққа жолдауында атап көрсетілген болатын. Осы мақсатта бүгінде біршама шаралар қолға алына бастағаны да белгілі. Апта ішінде қаламызға Ақмола облысы полиция департаментінің бастығы Арманбек Баймурзин арнайы келді. Қала мейманы ең алдымен жеке қабылдауына келген азаматтармен жүздесіп, одан кейін Степногорск қаласы полиция басқармасының жеке құрамымен кездесті. Жиналыс барысына қала әкімі Еркебан Баяхметов арнайы қатысты. Күн тәртібінде қаралған негізгі мәселе 2019 жылдың қорытындылары мен полиция қызметкерлеріне қойылып отырған міндеттер болды. Осы ретте департамент бастығы тәртіп сақшылары өздеріне жүктелген жауапкершілікті сапалы атқару қажеттігін алға тартты. Сонымен қатар биылғы 2020 жылға жоспарланып отырған бағдарламалардың мән мақсатына назар аудартты. 2020 год министром внутренних дел объявлен годом участковых. 2020 жыл ішкі істер министрлігі мен учаскелік инспекторлар жылы деп белгіленген. Сондықтан инспекторлардың жұмысын ұйымдастыру мақсатында ауқымды жұмыстар атқарылмақ. Баршамызға мәлім, соңғы 10 жыл ішінде полиция қызметкерлеріне үлкен көңіл бөлінуде. Еңбек ақылары артып, ерекше көзге түскендер сыйақылармен де қамтамасыз етілуде. Алдағы уақытта бұл бағыттағы ынталандыру жұмыстары кең көлемде жүзеге аспақ деді Арманбек Баймурзин. Арнайы кездесу жалғасында Степногорск өңіріндегі құқық бұзушылықтар бойынша 2019 жылдың көрсеткіштері де баяндалды. Қолға алынған істердің нәтижелері де талқыланды. Бұл ретте департамент бастығы жол патрульдік полиция ротасының, криминалдық полиция және кезекші бөлімдердің жұмыстарын жақсарту бағытында аса жауапкершілікпен еңбектену қажеттігін атап көрсетті. Сонымен қатар қала әкімі Еркебан Баяхметов бүгінде өзекті мәселелер қатарындағы заңсыз алтын өндірушілерге бақылауды күшейту және әлеуметтік желілермен жұмысты жетілдіру қажеттігін ескеріп өтті. Бұл өз кезегінде халық игілігі жолындағы шаралар екені айтылып, полиция қызметкерлерінің оң имиджін қалыптастыруға себін тигізеріне сенімін артты.